бір екі суреттерде берілген контурларды пайда болатын индукциялық токтар бағытын анықтап суретте белгілеңіз. Енді қараңыз, бұл жерде магнит өрісінің бағыты уже бізде былай қарай жүріп жатыр. Яғни астыға қарай жүріп былай шығады. Магнит өрісі осылай ғой, негізі астыға қарай тұрады. Бұл кезде уже токтың бағыты оң қол ережесі бойынша бас бармақ магнит өрісінің бағытымен, яғни төмен қарай тұрады да, ал төрт саусағымыз мына магнитті қармап тұрады. Значит, токтың бағыты тура осылай белгілеп қойдым. Дәл осы жерде де бізде бас бармақ мына ненің бағытымен бағыттас болады, ал төрт саусағымыз былай тұрады. Нақты төрт саусақ осылай тұрады. Сонда біздегі токтың бағыты тура былай. Кетіп келесі. Суретте бір орамада катушкасы бар екі полюсті электр қозғалтқыш берілген. Коллектор үзік сақина түрінде жасалған және катушка айналған кезде ондағы токтың бағыты өзгертеді. Егер катушка бір рет айналым жаса, ток бағыты неше рет өзгереді? Бізде егер катушка бір рет айналым жаса, онда токтың бағыты бір-ақ рет өзгереді. Кетіп келесі. Жолақ магнит стержень металдан жасалған. Суретте катушкаға қарай қозғалып келе жатқан магнит стержень көрсетілген. Магнит полюстері белгіленген дейді. Катушкаға галванометр жалғанған. Түсіндіріңіз, неліктен магнит стерженьді катушкаға енгізу кезінде галванометр тілшесі ауытқиды? Катушканың ішінде тұрақты магнит енгізілсе, онда галванометр тілшесі ауытқып, катушкалар тізбегіндегі индукциялық токтың пайда болуын көрсетеді. Галванометр тілшесінің ауытқу бағытын өзгертуге бола ма? Тұрақты магнитті катушканың ішіне енгізіп жылжытқан кезде галванометр тілшесінің ауытқу бағыты өзгеріп отырады. Кетіп келесі. Трансформатордың бір орамасы ойыншық пойыз жиынтығына, ал екінші орамасы 240 вольт айнымалы ток көзіне суретте көрсетілген жалған. Яғни мынау бізде бірінші орамадағы кернеу, мынау U1, оны нерге де жазып қойдым, 240 вольт. Ал енді бірінші орамадағы орам саны N1 4800, ал екінші орамадағы N2 ол бізде 200. Суретте қарап берілген трансформатордың төмендеткіш екенін қалай айтар едіңіз дейді. Бізде К тең болады N1 бөлінген N2. Біздегі N1 деп отқанымыз 4800, N2 деп отқанымыз 200. Бізде 2-0 қысқарады да 48-ге бөлсек 24 болады. Дәл солай ойыншық пойызға түсірген кернеуді есептеңіз. N1 N2 тең болады U1 бөлінген U2. Енді мына жерден U2-ні қорытатын болсақ, ол U1 көбейтілген N2 бөлінген N1 болады. 240-ты көбейтемін 200-ге, оны бөлемін 4800-ге. Енді бізде 4800-ді 200-ге бөлетін болсақ 24, 240-24 бөлсек 10 вольт болады. Трансформатордың бір орамасы ойыншық пойыз жиынтығына, ал екінші орамасы дәл сол жаңағы, бірақ сысында айтады. Қоректендіруші ток көзінің кернеу төмен дейді. Пойыз жиынтығына түсірілетін кернеуге ие болады. Ұяшыққа белгілеңіз дейді. Бізде С вариант, яғни кемиді болады жауап. Кемиді. Пойыз жиынтығын ток көзінің кернеу 110 вольт болатын елде қолдануға әрекет жасалды. Ойыншық пойыз жұмысында байқалатын айырмашылықтың бәрін ұсыныңыз. Пойыз жиынтығының ток көзінің кернеуі 110 вольт болған кезде дейді. Мына жерде 110 вольт деген қалып кеткен. Мына жерде 110 вольт деп жазып қойасыңдар ғой. Болған кезде бастапқы шамадан аз болғандықтан пойыз қуаты төмендейді. Себебі пойыз қозғалтқышына түсетін кернеу төмендейді. Кетіп келесі. Трансформатордың жұмыс істеу принципі туралы қай тұжырым дұрыс дейді. Бірінші орамаға айнымалы кернеу берген кезде екінші орамада индукциялық электр қозғаушы пайда болады. Осымен БЖБ талдау аяқталды. Егер БЖБ талдау ұнаса, каналға тіркел, лайк басып, қоңырау шасын басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат.